Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым. Анаргүл Алмабековнаның қорқыныш атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Есік тарс жабылды. Оның екпінімен өзі әрең елеулі тұрған қабырғадағы гүл жерге құлады. Ұйқыда жатқан бала шошып шыр ете қалды. Бірақ оны қарап жатқан ешкім жоқ. Үйдегілердің барлығы сыртта есік алдына келіп тоқтаған көлікті айнала қоршап алған. Есік ашылып, ішінен Дархан түсті. Осыдан 8 ай бұрын кеткен, енді келіп тұр. Құлыным, жаным менің деп анасы баласын құшақтай алды. Артынан түскен әкесі, болды үйге кірейік деді. Тұрғандардың барлығы Дарханмен көрісіп жатыр. Дархан да көңілі босап кеткен, көзі суланып бүлдіртпеуге тырысып жатыр. Барлығы шуласып жүріп үйге кіреді. Жылаған бала даусын енді естіп, Майра балаға жүгіреді. Жерде жатқан гүлді де елең алар емес. Барлығы Дарханның аман есен үйге келгеніне мәз. Дастархан жасалып дайын тұр. Тамағыш, жол жүріп келдің, азып кетіпсің деп шешесі Дарханды әлі айналып толғанып отыр. Осы күнге жеткендеріне барлығы тәуба етуде. Барлығы сол күннен басталып еді. Алаңсыз үйдің тірлігімен жүрген Зубайданы телефон қоңырауы алаңдатты. Алло, сәлеметсіз бе? Жайлаубаев Дархан Советұлы, сізге кім болады? Сәлеметсіз бе? Ұлым болады. Ұлыңыз біздің банктен несие алған. 3 ай болды, соны төлемей жүр. Себебін айта аласыз ба? Жоқ, оның несие алғанын білмейді екенмін. Қандай көлемде алған екен? 500 мың алған, осы айда төлей алады ма? Мен ұлымнан сұрайын. Жақсы, біз сіздерге хабардар еттік. Бүгін кешкі сағат 18:00-ге дейін төлем жасасын. Кешке тағы хабарласамын деді де телефон трубкасын қоя салды. Орнында тұрып қалған Зубайда не ойларын білмей әлі тұр. 500 мың аз ақша емес. Өзі ол ақшаны алса 2-3 жылда әрең төлеп бітеді. Ұлының ақша алып жұмсап жүргенін көрмеді. Жұмыстан келген Дархан бөлмесінде телефонын шұқып жатқан. Дархан, сен не білдіріп жүрсің деген сұрағына, ештеңке не болды деді. Банк қоңырау шалды. 500 мыңды алып төлемей жүр екенсің. Кешке сағат 6-ға дейін төлесін деді. Не себепті 500 мың алдың дегенде баласы орнынан атып тұрды. Жауап жоқ. Сені таппайды деп ойладың ба? Банктен қашып құтыла алмайсың. Жердің түбіне кіріп кетсең де тауып алады. Маған шығып тұр. Жаныңның барында айт. Неге ақша алдың деді. Жанының баласы үндемеді. Әкең айтамын қазір дегенде айтпаңызшы, өзім төлеймін деді. Не себепті алдың? Жұмыста бірдеңке бүлдірдім. Не? Чепі болды менің кесірімнен. Байқамай қалдым. Содан товар бөлінді. Шығынды менің мойным артты. Төлеп жатырмын деді басы салбырап, төмен қарап. Соны бірдеңе айтсаң болар еді ғой. Неге айтпадың? Қорықтым, ұрсады ма деп. Ұрыспағанда не дейсің? 500 мың саған оңай ақша ма? Қанша ақша мойның әлді? 1 миллион дегенде Зубайданың есі шықты. 1 миллион қалған ақшаны кімнен алдың? Қалған 500 мыңды Бексұлтаннан алдым. Бексұлтан, ол ақша қайдан бар екен? Жинаған ақшасы. Осы елдің баласы пысық, ақша жинайды. Сен жүр осылай жарымай. Енді не істейтін ойың бар? Ана процент өсіп жатыр ғой деп басы қатты. Терминалға барып тексерсе, 3 айдың пайызы біраз өсіп қалыпты. Келесі күні Бексұлтанға қоңырау шалып ақшасын сұрай бастады. Сонда ақшаны 1 айда жабу мүмкін емес. Зубайда күйеуіне айтпай баласына көмектеспекші болды. Үй аламыз деп жинап жүрген депозиттегі ақшаның жартысын шешіп алады. Дарханның бар қарызын жауап береді. Енді балам байқап жүр, жұмысыңда қателік жасама деп қояды. Осымен жұмыс бітті деп ойлады. Арада 6 ай өткенде әңгіменің ұшы қайтадан шығады. Бірақ бұл жолғысы жойқын, барлығын ойламаған жерден таңғалдырады. Сол баяғы телефонға SMS келеді. Қандай қарыз, мұнысы не істеп ойлады да қойды. Түс ауға қоңырау шалады. Тағы 500 мың. 2 сағаттан соң басқа банк хабарласады. Үйге келген Дарханды бас салады. Сен тағы кредит алғансың ба дегенде жауап жоқ, үйден шығып қашып кетеді. Не істерін білмей отырғанда жұмыстан үлкен ұлы Темірлан келеді. Мама, балаңның не білдіріп жүргенін білмейсің бе? Жоқ, не болды? Маған жұмысқа келді жылап. Балаң банктерге белшесінен қарызға батқан дегенде бөлмеге Советте кірді. Қарызға неге кіріп жүр сонда? Ойнайды. Букмекер конторасынан шықпайды екен. Футболға ақша еді дегенде Зубайданың көздері қарауытып отыра қалды. Советтің де түрі бұзылып кетеді. Балам қайда? Шақыршы деді.
Біраздан соң Дархан келді сүйретіліп. Үйде ұрыс жанжал, бірақ жауап жоқ. Зубайда бір жылап, бір айқайлап отыр. Советте ұрысып жатыр. Бірақ айтқан сөздің барлығы далаға кетіп жатқан сияқты. Сонымен қанша банкке қарызың бар? Жаз мына қағазға, деді әкесі. Мұрнын тартып отырып ұзақ бірдеңкелерді жазып шығады. Қағазды әкесіне ұсынады. Қағаздағы жазуды әкесі оқи бастады. 12 банктың тізімін жазған, барлығы шағын жеке меншік банктер. Біреуіне 200 мың, біреуіне 60 мың, тіпті біреуінен 10 мыңдап ала берген. Сен тіпті мына банктердің атын жаттап алыпсың ғой. Ешбір қағазға қарамай жазып шықтың. Енді мынаның барлығын қос, деді ұлына зекіп. Барлығын қосқанда 3 миллионнан асып жығылады. Мынау майда банктер ақшаны бір айға ғана береді. Көрсетілген уақытында төлемесең, күніне 2000 теңгеден қосылып өсіп отырады. Мынау арасында айлап төлемей жүргендері бар екен, деді Темірлан. Қайтадан айқай шу басталады. Не жетіспейді саған? Неге ойнайсың? Кіммен бірге барып ойнайсың деген түрлі сұрақтардың біреуіне жауап бар, біреуіне жауап жоқ. Түнімен ұйқы жоқ. Келесі күні Зубайда терминалға келіп, барлық банктердің атын теріп тексеріп шығады. Көбінің пайызы өсіп кеткен. Күндері жақын қалған. Жүгіріп жүріп ақша жинайды. Совет екеуі қырылысып жатып, депозитке сатып алған, салған ақшаның қалғанын толық қалдырмай шешіп алады. Бар айлығын жинайды. Арада 2-3 ай өтіп, терминалдан қараса, ақша пайызы шынымен де өсіп жатыр екен. Кеше 4 мың болса, бүгін 6 мың. Қайтадан тізім жасап, төлейтін уақыты асып кеткен келіп тұрғандардан бастап төлеп шығады. Бір айдың ішінде 3 миллионды бітіремін дегенше, Зубайда кәдімгідей есеңгіреп қалады. Оның алдында жасырып 1 миллион төлегенін білген Совет баласына шыңдап шүйлігеді. Сен облыста анаңды алдаған екенсің ғой. Жұмысыңда ешқандай шып-чыпының болмағаны ғой. Бексұлтан сенің ойнайтыныңды біліп тұр ғой, деп баласына басынан періп жіберді. Қашаннан бері ойнайсың дегенде айтқаны 10 жыл болды, деді. Не? Сонда қашан бастағансың? Колледжде оқып жүрген кезде бастадым. Ол кезде ақшаны қайдан алдың? Мен ол кезде 500 теңге тігетінмін. Қазір қанша тігесің? Әр кезде әрқалай. Қанша сонда? Бір күнде 100 мыңнан 500 мыңға дейін. 500 мыңға дейін кетіп қалады дегенде, Совет пен Зубайданың естері шығып, телефонын алып Каспий голдын тексерді. Айма-ай бір емес, бірнеше банктен кредит алып, оны жауып отырған. Электрондық почтасын тексергенде қаншама банктерге тапсырыс берген. Ақшаны бермегеннен бергендері көп. Мына банктердің есі дұрыс па? Дені дұрыс адам жай күндері банктерден кредит ала алмай жүреді. Саған қалайша бере берген ақшаны? Ту әке, бұл барлығы мини-банктер. Оларға қайта тиімді. Сұраған ақшасын беріп қарап отыра береді. Төле деп те айтпайды, мазасын алмайды. Пайыз әбден өскен кезде төле деп желкесінен алады. Бұл барлығы Ресейдің басқа шетелдің банктері. Ертең төлей алмаса үйіңді, жеке заттарыңды, тіпті өміріңді тартып алады, деп сөзге Темірлан араласты. 10 жыл баласының ойнайтынын білмей келгендеріне әкесі де шешесі де таңғалады. Көз алдарында жүрген баласының соншама машықтанып алғаны сондай, ештеңе білдіртпеген. Енді елге, туған туысқандарға бұны қалай айтпақ? Анық масқара болды. Екеуі де қай жерде қателескендерін білмей қалды. Қолыңа сонша ақша ұстап тұрып, өзіңе бір тиын да жұмсамадың ба? Қайдағы жұмсаған? Мына үстіндегі киімінің барлығын мен алып беремін. Маған айлығынан бір тиын да бермейді. Өзі жұмсайды. Сонда қайта кетіп жатыр ақша? Ойынға. Өзіңнен де аяйтын болып тұрсың ғой сонда сен. Сен нағыз ауру болыпсың ғой. 10 жылдың ішінде өзіңді тоқтата алмасаң, ауру болғаның ғой, деп баласын бір қойды. Аузынан бұрқ ете қалған қан үстіне бұлғады. Әкесіне қарсылық көрсете алмай төмен басын бұға берді. Дарханның барлық жеке куәліктерін, карточкаларын, телефонын тартып алды. Оны жақсылап тығады. Енді қайтып ойнамаймын дегізіп, ант-су ішкіздіреді. Баласы моп-момоқан болып шыға келді. Жұмысынан күнде уақытында келеді. Өмірі істемейтін жұмыстарды істеп бастайды. Әкесі мен шешесінің алдында зыр жүгіреді. Совет баласын қасына отырғызып қойып, сағаттап әңгімесін айтады. Зубайда ютубтан түрлі киноларды жүктеп алып, баласына көрсетіп әлек. Екеуі екі жақтап баласын намазға жыққылары келеді. Құран сүрелерін жаттатқызып, мешітке апарып, уақытында намаз оқуын қадағалайды. Дархан ештеңеге қарсылық көрсетпей барлығына көне береді. Баласын тура жолға түсті деп ойлаған Зубайда қатты қателескен еді. Көпке бармай арасы 2 айда банктен тағы хабарлама келеді. Тағы сол қарыз, айқай-шу, есі шыққан Зубайда еңіреп тұрып жылайды.
Не жаздым, Құдай-ай, не жаздым? Қай жерде қателік жібердім? Ешкімнің ала жібін аттамаған сияқты едім ғой, деп еңіреп жылағанда қасында отырған келіні мен баласы шошып кетті. Апа, сізге айтуға қорқып едім, айтпаса болмайын деп тұр, деді келіні. Не болды тағы? Менің барлық алтындарым жоғалып кетті, деді. Ортаға дарханды алып қайтадан тергей бастады. Сол баяғы сұрақ. Мына қағазға жаз, кімнен қанша алдың? Дегенде тағы пысылдап отырып ұзын сонар тізім жазып берді. Алып оқыса, бұл жолы 18 банктың аты жазылған. Советтің інісі де өз атынан 500 мың, тағы бір туысы өз атынан 1 миллион кредит алып беріпті. Барлығын алдап соққан. Олар қалайша баланың сөзіне сеніп, осындай көлемде ақша алып бергендеріне таң қалды. Барлық қарызын қосқанда 7 миллионнан асты. Небәрі 2 айдың ішінде бүлдіргені аспан айналып жерге түскендей болды. Енді не істейміз? Бұл не сұмдық? Сенің есің дұрыс па дегенге баласы, мен аурумын, өзімді тоқтата алмаймын. Өл десеңдер өлейін, маған бәрібір деп қарап отыр. Ай, телефоныңды тартып алып едім ғой. Басқасын сатып алдым. Құжаттарыңды тығып тастап едім ғой. Тауып алдым. Қай кезде ойнап жүрсің? Уақыт табамын, барлығына жауап дайын. Масқара, біз елге айтуға ұялып, намыстанып жүрсек, сен барлығын тонап жүр екенсің ғой. Деп енді барлық туған туысқандардың барлығына қоңырау шалып шығады. Балаларының ауру екенін, жасырғандарын енді жасыра алмайтындарын айтып жатыр. Ақша сұраса бермеңдер, әңгімесіне сенбеңдер, берсеңдер кінә өздеріңнен, ақшасы қайтарылмайды, деді. Деп айтып шығады. Барлық туыстары жағаларын ұстап, таң қалып сенбей жатады. 500 мың 1 миллион әпергендері естері шығып үйге жетіп келеді. Енді барлығының айтатындары дархан болды. Оны қалай емдеу керек? Бұл пәледен қалай құтылады? 10 жыл деген оңай ма? Ендігі әбден қанына сіңіп кеткен шығар. Ойынға ақша тігетіндерді ойын құмар немесе игроман дейді. Олар алқаш наркомандар сияқты өздерін тоқтата алмайды. Олардың емі де бір. Ойын құмарлардың баратын 3 жері бар. Біріншісі бомж болады. Екіншісі жындыханаға түседі. Үшіншісі ақшасын қайтара алмағандар өлтіреді. Емделуі екі талай. Бұрынғы алқаш болмайды деген сияқты бұрынғы ойын құмар болмайды деп біреулер сайрап отыр. Жүрегі езіліп, Зубайда отыр. Мына 7 миллионнан қалай құтылатынын білмей совет отыр. Дарханның да түрі нашар еді. Өзінің не бүлдіргенін түсініп, өмірден түңіліп отыр. Зубайда баласының көзіне үңіле қарады. Өзінің баласы емес, баласын жоғалтып алғанын түсінеді. Емдету керек, деді Зубайда. Қалай, жолы бар ма? Мен іздеп көрейін, деді Темірлан. Гуглға кіріп іздестіре бастады. Шұқылап біраз жүрді. Сондағы айтқаны, Алматыда осындай ауруларды емдейтін орталық бар екен, деді. Мекен жайын жазып ал, қазір барайық, деді Зубайда. Баласын жетектеп Алматыға келеді. Бұл орталықтағылар барлық әңгімесін тыңдап болып, балаңызға шұғыл түрде көмек керек. Әбден шегіне жеткен екен. Өзіне көмектесе алмайды. Егер анық балаңызды аман алып қалғыңыз келсе, біздің орталыққа тастап кетесіз, деді. Дәл қазір ме? Я, дәл қазір. Біздің дайындығымыз киімдеріміз жоқ. Оны ертең әкеліп берсеңіз де болады. Егер қазір тастап кетпесеңіз, балаңыз ертең қайтып айналып келмейді. Ол басқа сылтаура айтып, сізден қашып кетеді, деді дәрігер. Зубайда баласына қарады. Шынымен де көздері басқа, жалтақтап өзін қоярға жер таппай тұрғаны. Мыналардан қалай қашып құтылсам болады деген сияқты ойдың жетегінде отыр. Бірден басылып уколдар салынады ма? Жоқ, уколдары берілмейді. Біздің орталықта психотерапевтер бар. Олар өз жұмысын жақсы біледі. Міне емделу бағдарламасы деп бір бума қағаз ұсынды. Ол қағаздарды оқығанымен миына ештеңе кірер емес. 10 шақты бет күндерге бөліп тастаған. Түрлі тақырыптар жазылған. Сонда қанша ақша төлеу керек деп сұрады. 1 айға 350 мың, 3 айға 1 миллион 50 мың. Ай-май төлеп тұрасыз, келісім шарт жасалады, қол қоясыз. Сонда ем қанша уақытқа созылады? Ол енді балаңыздың өзіне байланысты. Толық ем қабылдас десеңіз 8 айға дейін жатады. Сонымен ұзақ ойланатын мүмкіндік жоқ. Зубайда келісім шартқа қол қояды. Баласын емделу орталығына тастап кетеді. Кетіп бара жатып дәрігер, ертең мына уақытта келіңіз, киімдерін әкеліп беріңіз. Психотерапевттен кездесіп, өзіңізге де біраз кеңестер беріледі деп Зубайданы шығарып салады. Түн ұзарып кеткендей, ұйқы жоқ. Баласының мүсәпір бейнесін көз алдына елестетіп, жүрегі ауырып түнімен ұйықтай алмай шығады. Уақыт өтсін деп интернет желісіне кіріп ойын құмарлар туралы мәліметтер жинай бастады. Ойынханалар, букмекер орталықтары қарап отырсаң, халыққа, жастарға зиян,
кері әсерін тигізіп жатса да, үкіметке кейбір мекемелерге қыруар пайда түсіреді екен. Кез келген ақшасы бар адам ойын автоматтарын, букмекер орталықтарын аша алады екен. Халықтың қамын ойлап жатқан ешкім жоқ. Бұл жолға адам түскен өз өмірін құртады, немесе өзін алып шығады. Көп жағдайда адамдар түзелмейді. Өмірі қарыздан көздері ашылмай, соңында жүйкелері тозып, өздері ауру болады. Ойын құмар алдымен гигиеналық тазалығына да қарамайды. Миы тек қана ақшаны ойлап отыратын тірі өлік десе де болады. Наркомандарды бірден анықтауға болады. Қолдары көгеріп, көздері әйнектеніп, денсаулықтары сыр бере бастайды. Оның түрінің өзі наркоман екенін айтып тұрады. Алқаштар да дәл солай. Өздерін ұстай алмай тентіреп кетеді. Ұзаққа бармай бұл адамдардан алқаш немесе наркоман екенін байқай аласың. Ал ойынқұмарларда барлығы басқаша. Олардың ойнайтынын жылдар бойы білмей қалуың мүмкін. Олар нағыз психологтар. Ақша табу жолында өтірік айту, актерлік шеберлік көрсету, ар-намысы жоқ болса адам өлтіру, тоңауға дейін барады. Өздерін тоқтата алмайды. Наркоманға доза керек, алқашқа ащы керек. Ойын құмарға мидың қыртысында бөлінетін адреналин керек. Ол сезімді бойынан өткізбесе, өзін қоярға жер таппайды. Оған бәрібір ақшаны қайдан алады, кімнен алады. Ертеңгі күні не болады, қызықтырмайды. Қолына түскен ақшаны өзіне тамақ алып жүруге де қимайды. Барлығын ойынға салады. Осы жолы ұтамын деген сенімді қараңғы түнектің түбіне бата береді. Өз әлемінде өзімен өзі ғана тіршілік етеді. Елдің барлығын алдап, қарызданып ақшасын қайтармаған соң, оның туыс-таныстары, достары, тіпкен туыстары да болмайды. Одан барлығы бас тартады. Бірақ ойын құмарға бәрібір. Жылдар өте оның ойлау қабілеті төмендеп, жұмыс істей алмайтын, қолынан ештеңе келмейтін ауруға айналады. Бомж, жындыхана деген сөздердің барлығы осы жерден шыққан. Оның барлығын оқып шыққан Зубайда жүрегі қарс айырылып, шарасыз күйге түседі. Бір түннің ішінде 10 жылға қартайып кеткендей болады. Жап-жас, әлейленіп те көрмеген баласын аман алып қалудың жолын іздестіреді. Ертеңгі шайда барлығы үнсіз отырады. Советтің де түрі қарайып, бір шөкім болып қалған сияқты. Ақшаның қамы ма, өлтіріп бара жатқан намыс па, баланың жағдайы ма, барлығы бар. Кеудесін тік ұстап, кербезденіп отыратын адамнан түк қалмаған. Шай ішті деген аты ғана, әйтеуір ішкендей болады барлығы. Зубайда Алматыға қайта келеді. Дарханның киімдерін беріп, психотерапевтмен сөйлеседі. Танысып амандасқан соң, дәрігер Дархан туралы бірнеше сұрақтар қояды. Ең алдымен сіздің өзіңізге көмек керек. Ата-анасы ретінде анасы, әкесі де бірге келгендеріңіз дұрыс. Әр сенбі сағат 12:00-де ата-аналарға көмек ретінде сабақ өткізіледі. Соған қалмай келіп тұрыңыздар деді. Шығып бара жатып Зубайда таң қалады. Маған қандай көмек керек? Осының несі дұрыс емес. Мен бұларға баламды әкеліп тұрсам, өзім демемекші. Тура бір мен аурудай деп таң қалады. Тек 3-4 рет келіп дәрігердің әңгімесін толық түсініп болған соң ғана түсінеді. Шынымен де өзіне психотерапевттің көмегі керек екен. Өзінен әбден ғажап шаршағанын, жүйкесінің тозып, күйзеліске түсіп кеткенін бірақ біледі. Келесі бір келгенде дәрігер, алдымен сіздің өзіңізге көмек керек. Емделіңіз, өз-өзіңізді қолға алыңыз. Көп адамдар күйзеліске түсіп, инсульт алып, өмірден өтіп жатады. Ондай жағдайда сіз балаңызға көмектесе алмайсыз. Сіз жатып қалсаңыз, балаңыз жазылмай қалады. Сонда не істеуім керек? Ең бастысы баланың қарыздарын төлемеңіз дегенде таң қалады. Пайыздарын күн сайын өсіп жатыр. Оларды төлеп болмай маған тыныштық жоқ. Бала үшін шешім қабылдап отырсыз. Ол туа салып оның барлық өмірінің сатысында барлық шешімді сіз қабылдап отырғансыз. Балаңызға ойлануға, өз өміріне жауапкершілікті өз алуына мүмкіндік бермегенсіз. Әбден ата-анасына сеніп өскен. Ертең сіздер жоқ болсаңыздар, ол өмір сүруге қабілеті жоқ, дәрменсіз бейшара болып қалады. Осыны бір уақыт ойладыңыздар ма? Балаңды аясаң аяма деген бар. Сол қағидамен бала тәрбиелеу керек деп біраз әңгіме айтады. Келесі жолы әкесімен бірге келіңіз деді. Баламды қашан көре аламын дегенге, 3 аптаға дейін көрмейсіз. 3 аптадан соң тәртібі дұрыс болса, 5 минутқа ата-анасымен сөйлесуге рұқсат беріледі. Тәртібі жақсы болса, 1 айдан кейін көресіз дегенде таң қалады. Енді Зубайда мен Совет өз аттарынан кредит алып, айлықтары бар, елден алғаны бар, 18 банктегі төлемдерді төлей бастады. Төлемесе пәле, пайызы өсіп күннен күнге кетіп барады. Зубайда енді 2 аяғын тоздырып, банктерді аралап кетеді. Төлегенін төлеп, төлей алмағанын белгілеп жүреді.
Бір банкке келгенде менеджер бала Зубайдан аяп кетті ме, жоқ осындай төлей алмай жүргендер көп пе, қарап отырып, сіз осы банктың директорына арыз жазып кетсеңіз де болады. Не деп? Менің баламды деп аты жөнін көрсетіп, қара тізімге алуыңызды сұраймын. Оның ақшаны төлеуге қабілеті жоқ десеңіз болды дегенде, дәл осылай басқа банктерге де жазсам болады ма деп таңғалды. Әрине болады, қара тізімге ілінген соң банк балаңызға сұраса да ақша бермейді дегенде Зубайда қуанып кетеді. Менеджер балаға өлерде риза болып, осылай күнде сандалып, тізімде көрсетілген барлық банктердің офистеріне барып, арызданып жазып кетеді. Бір даңғалары біреу де не үшін жазасың деп сұрамайды. Қайта Зубайда таңғалғанын жасыра алмай, бір жолы біреусінен мен сияқты арыз жазатындар бар ма деп сұрайды. Өте көп, жалғыз сіз емес елдің барлығы жазады деген жауап алады. Үйге келгенде өзінің таңғалғанын жасыра алмайды. Жаңбырдан кейін шыққан саңырауқұлақ сияқты өздері не деген көп, барлығын толып зерттедім. Көбісі Ресейдің, Украина, Қытайдың банктері екен. Қайсына барсаң да кезекті тұрған қарапайым халық. Халықты сүлікше сорып жатыр. Міндетті түрде ұзын кезекте тұрып, менеджерге әрең жетесің, сымдық енді. Олардың барлығы заңды түрде істемейтіндері де бар деп сөзге Темірлан араласты. Қазақстанға налог төлемеу үшін заңсыз жұмыс істейді кейбірі. Ең жоғарысы 200 мыңға дейін береді екен. Халық сондайды алып жатыр деп күрсінді. Бір байқағаны, кредитті төлеп болған күні Дарханның телефонына SMS келіп тұр. Тағы кредит алуға мүмкіндігің бар деп. Зубайда барлығына арыз жазып шыққалы, бәрі сол SMS-тер сап тиылды. Бір айдың ішінде тоз-тозы шығып, қарызданып соңында өзі ауырып қалады. Ана дәрігердің айтқаны, саған жетпеді ғой деймін. Өзіңді неге сонша жей бересің деді Совет ренжігендей. Жаратқан немнің бізге жіберген сынағы шығар бұл да. Қабыл алдым, қатты жылап кеуге де қорықтым. Назам, балама тиіп кете ме деп қорқамын. Сен де кейіме, Құдай пендесіне көтере алатындай сынақ береді деген. Яғни бұл сынақты еңсеруге біздің күшіміз жетеді. Аллам тек денсаулықтан айыра көрмесін деп көз жасына ерік береді. 3 аптадан соң Дарханмен сөйлесуге болады деген хабар келеді. Зубайданың қуанғаны соншалық, баласының дауысын естігенше асығады. Сөйлеспес бұрын бірақ ескерту жасайды. Ақша кредит туралы сұрамайсыз, артық әңгіме айтылмайды. Сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап отырамыз деп ескертеді. Телефон тұтқасын алған баласы, мама қалдарыңыз қалай деді. Есі шыққан Зубайда, жақсы балам бізде, барлығы жақсы, өзің қалайсың, көңіл күйің қалай деп сұрақты жаудырды. Мама 1 минут қалды, мені уайымдамаңыздар, барлығына сәлем айтыңыз деп әңгімелері 5 минут дегенде тоқтап қалады. Дарханның дауысы жоқ сияқты, көңіліне орнына түскен, Зубайда риза болады. Осылай аптасынан бір рет Дарханмен сөйлесіп тұрады. Бір ай өткенде Дарханды көруге рұқсат береді. Белгілеген күні Совет екеуі орталыққа кетеді. Осылай аптасынан Дарханмен сөйлесіп тұрады. Бір ай өткенде Дарханды көруге рұқсат береді. Балаңыз сіздердің келгендеріңізді білмейді. Бұл тосын сый. Осы жолы барлық тақырыпты қозғасаңыздар болады деп ескертеді. Совет екеуі орталыққа кіргенде көргендері өңкей жастар, өмірден адасып, өз орнын таппай жүргендер. Ерлер де, әйелдер де бар. Есіктен кірген Зубайданың жүрегі ауырып кетеді. Әкесі мен анасын көргенде Дархан абдырап тұрып қалады. Өздерін жеке бір бөлмеге кіргізіп, Дархан әкесі мен анасынан кешірім сұрап ұзақ жылайды. Көңілдері босап, сағыныштары басылып мәре-сәре болады. Күн ұзақ бұл жерде не істейсіңдер? Бұл жерде уақыт тез өтеді. Сағат 7-де тұрғаннан түнгі 10-да төсекке бірақ тұрамыз. Сонда не істейсіңдер? Мына бөлмелердің тазалығын қараймыз, тамағымызды өзіміз істеп ішеміз, көбінесе сабақ оқимыз, жазамыз. Не жазыртады сонда? Сол не себепті қателескеніңді, өміріңді жазасың. Бір жазғаныңда 100 рет жаздырады. Өз қателігіңді түсінгенше мойындағанша жазырта береді деді. Дарханның бұрынғыдай емес, өмірге көзқарасы өзгергенін түсінеді. Зубайда үйге іште риза болып, орталықтағы дәрігерлерге алғысын айтып қайтады. Міне содан бері 8 ай өтеді. Әбден қарызға батып банктің кредитін түр-түрін алып, денсаулықтан айырылып, қалт-құлт етіп отырған кездері, ертеңгі күніміз не болады деп отырған кездері. Совет Алматыға барып, орталықтан Дарханды алып келген. Дархан да барлығында сағынып қалған. Оның үйге келгеніне барлығы қуанышты. Бірақ барлығы қорқып қалған. Қорқыныш, үрей жүректерін орын алған. Ендігі өмірлерінде тыныштық жоқ сияқты. Ендігі өмірлері қорқынышпен өтетіндері анық. Өмір